Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма солли аля Мухаммад. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті бауырлар, құрметті отандастар, бүгінгі күніміз берекелі, хайырлы болсын. Адамзаттың асыл тажы, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай деп айтқан еді: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир, фалияқул хайран ау ла ясмут." Кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірген болса, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін. Осы айтылған хадистің ішінде бауырлар көптеген бақыт көздері, өмірдегі мақсаттарымызға жетудің қыр-сырлары айтылды. Біріншіден, біз алдымызға мақсат қоямыз, армандаймыз. Сол мақсатқа жету үшін сол істің болатынына бірінші сенуіміз керек екен. Оған сену керек. Екінші, сол болатын нәрсені, мақсатымызды айтып жүрміз керек. Оны жақсы сөзбен әспеттеп айтып жүру керек. Мысал айтатын болса, мына қажылыққа келгім келеді, дұға қойыңыз ұстаз деп, маған жеке парақшама көп кісілер жазып жатыр. Әрине дұға қылып жатырмыз. Бірақ сіздерден де әрекет болу керек. Әрекет сондай ниет болу керек. Ниет ол жүректе болады. Жүректегі нәрсені тілмен айтып жүріңіздер. Алла бізге де нәсіп ет, сол қажыларымыздың қажылығын қабыл ет деп жақсы сөз айтыңыздар. Оның екінші жағы бар. Ал үндемеңдер деген Расул саламның қажылыққа келген кісілерді сынап жатады. Ой, қазір қажылық емес дейді біреу айтады. Ой, қажылық модаға айналып кетті дейді, тағы басқа дейді, осындай бір сөздер айтады. Ол адамдардың қажылыққа келу өте қиын болады. Неге? Өйткені ондай үлкен нығметке әлі келмей тұрып, адамдар тілінен қағынып, өзінің сондай үлкен бір мақсатына жетуіне өз жолын жауып тастайды. Соның сырын Расул бізге ескертті. Айтсаң жақсы сөзіңді айт, немесе үндеме. Немесе адамдар бір үлкен бір жоба, кәсіпке мысалға бастағысы келеді, сонда армандайды, мақсат қояды. Сол кәсіп туралы жақсы сөз айтып жүру керек. Сондай кәсіпкерлерді қолдаңыз. Олардың жақсы сөз сипаттарын айтып жүру керек. Сол арқылы сізге де Алла сондай кәсіп нәсіп етеді иншалла. Өйткені шариғатымыз айтады, ауыздан шыққан сөз айтылды дегенше екі періште келіп амин деп тұрады дейді. Саған да сондай болсын деген секілді. Немесе бір жақсы көлік алғыңыз келеді, сол жақсы көлікті айтып жүру керек. Алматы шаһарда бір бауырым айтқан еді, көшеден Land Cruiser 200 дейміз ғой, 200-ка. Соны көрген кезде мен айтатым дейді, ол менің машинем кетіп бара жатыр. Мен дәл осындай машина аламын. Құдай қаласа осындай көлік аламын. Менің көлігім кетіп бара жатыр деп, жанымдағы құрбы құрдастарыма айта беретін дейді. Олар күлетін дейді. Бірақ Алла нәсіп етіп, күндердің күнде дәл сондай көлік алдым дейді, жаңа жігіт айтады. Бұл қайдан келді бұл мәселе? Жаңа пайғамбарымыздың сөзінен шығып тұр. Жақсы сөз сөйлей беріңіз, айтыңыз, сізге не керек? Соған періштер амин дейді, Құдай қаласа, сізге солдай нәсіп етеді. Немесе жақсы сөз айта алмасаң, үндеме. Жаңағыдай біреудің жетістігін сөз қылмаңыз, оны ғайбаттамаңыз. Ой, адамдар қазір қалай болып жатқан белгілі ғой, олардың жүріс-тұрыстары белгілі ғой деп адамдар сөз сөйлей бастайды. Сөйтеді, солардың жетістігіне бұл адам жете алмай қалады. Не үшін? Өткен жаңа хадисте айтылғандай, ол үндемей қалу керек еді дейді. Яғни қазақ айтады ғой, барлық бәле тілден дейді. Немесе кейде мысалға жігіттер қыздар туралы сөздер айтады. Қазір қыздар бұзылып кеткен, қазір бір дені сау, бір тәрбиеден шыққан қыздар табу қиын деп кейде жігіттер әңгіме болып жатады. Немесе қыз балалар кейде әңгіме болып жатады. Ой, қазіргі жігіттер жігіт емес, қазіргі жігіттер анжық, тағы басқасын. Жоқ, бұның ешқайсысы дұрыс емес. Жаңа жігіттерге айтарымыз, салиқалы жарды алғысы келсе, жақсы сөз айтсын. Ой, қазір қыздарымыз сұлу. Аллаға шүкір, қазір қазақтың қыздары биязы, тәрбиелі. Ал қыз балаларда жігіттер туралы жақсы сөз айтсын. Ой, қазақтың жігіттерінен жететін жігіт жоқ, батыр жігіттер ғой деген секілді осы сөздерді айтса, жаңа айтылғандай, сол айтып жатқан сөзіне қарай періштер амин деп, Құдай қаласа, сондай бір жақсы өмірдегі өзінің қойған мақсатына жетеді адам. Оған ешқандай сөз болмайды. Демек, бұл хадистен түсінгеніміз, құрметті бауырлар, үш нәрсе айтылып кетті. Біріншіден, болатын нәрсеге сену керек. Расул айтады, Аллаға қиямет күніне иман келтіру деген сөз, сену деген сөз.
Демек Аллаға қиямет күні біз иман келтірген халықпыз. Және сіз алдыңызға қойып жатқан мақсатыңызға, қажылыққа келу керек болса, оған сеніңіз, келесіз Құдай қаласа. Сену керек, немесе жаңағыдай бір жақсы кәсіп ашамын деген сенім болу керек, жақсы көлік алам деген сенім болу керек, немесе жаңа айтылғандай бір жақсы қызға үйленемін Құдай қаласа деген сенім болу керек. Қыз балаларда жақсы тақуа жігітке тұрмысқа шығамын деген сенім болу керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, сол жақсы сеніміңізден айтып жүруіңіз керек, тіліңізбен. Үшінші мәселе, сол жақсы мәселені сынап, оны балағаттап, жағымсыз сипатты, болған нәрсенде, болмаған нәрсенде оны анық қанығына бармай тұрып, оны жаңағыдай бір сөз қылып сөйлей берудің қажеті жоқ. Міне осындай үш мәселені біз түсіндік. Алла Тағала баршамызға осы өмірдегі жақсы нығметтерге қол жетуімізді Алла нәсіп етсін, және ақыретімізді Алла Тағала сауабымызды еселеп алуымызды нәсіп етсін.